Сәлем достар, үй шаруашылығында көп пайдалы заттардың бірі шаң сорғыш. Сіз оны аласыз, 1 сағатта бүкіл пәтерді тазартып шығасыз, шаршайсыз, көңіл күйіңіз өзгереді және уақыт жоғалтасыз. Ал егер сіздің орныңызда басқа біреу істесе, жұмыстан келсеңіз үйіңіз таза болса, жақсы ма? Ешкімді қадағалау керек емес. Смартфоннан 1-2 батырманы басып, немесе күніне 1 рет жина деп пландап қойсаңыз болады. Бұл робот шаң сорғыштың аты Xiaomi Mi Robot Vacuum. Сол туралы қазір айтып беремін. Бұл бірінші модель сыпырады, екінші модель еден жуып береді. Алдымен смартфоныңызға Mi Home қосымшасын жүктеп алыңыз. Mi аккаунтты жаңадан құрастырасыз, смартфонды шаң сорғышқа Wi-Fi ретінде қосылу керек. Қосымшаға кіріп, құрылғыны тізім ішінде іздеп табыңыз. Енді робот шаң сорғыштың өзін Wi-Fi-ға қосыңыз. Байланыс толық қосылған соң, қандай бөлме, құрылғы аты және басқа смартфонға бөлісесіз бе деген сұрақтар болады. Экранда тазалайтын жердің ауданы, құрылғы қуаты және тазалайтын уақыт көрсетілген. Оның астында Go ол сіз көрсеткен нүктеге барады, Dock базаға бару, Clean бара алатын жерді тазалауды бастайды. Және соңғысы сіз көрсеткен аумақтың шаңын тазалайды. Бұлар негізгі параметрлер. Қосымша баптаулары да бар. Динамигін қаттырақ немесе жай, автоматты түрде қай кезде қосылуын келтіріп алуға болады. Төрт түрлі күшпен жинайды. Неғұрлым күші қатты болса, соғұрлым қатты шулайды. Интерфейс ағылшынша. Орысша қосу үшін интернеттен арнайы драйвер көшіріп алып, осы қосымшаның тіл деген папкасына орнату керек. Androidпен ыңғайлы. Ойын ретінде джойстик сияқты қосып, тек сіз жүргізген жерді тазалайды. Және тағы негізгі емес параметрлер: атын ауыстыру, бағдарламасын жаңарту, жою. Ал егер өзіңіздің шаң сорғышыңызды таппай қалсаңыз, бір батырма басу арқылы "Мен осындамын" деген дауыс естисіз. Hi, I'm over here. Осылай қалайды. Не істеуге болмайды деп сұрасаңыз, жерде сым кабельдер тастамаңыз. Және егер 2-3 қабатты үйіңіз болса, құрылғыны көтеріп қойсаңыз, ол өзін тұрған жерді анықтай алмай, базасын таппай қалады. Осы уақытқа дейін бұл құрылғыны менсінбедім. Қайбір робот, қайбір шаң сорғыш деп ойладым. Бірақ мен Xiaomi компаниясына сендім. Өздеріңіз байқасаңыз, Алматыда кездестіретін электросамокат Xiaomi'дікі. Android'тың ішінде екінші орын алатын смартфон Xiaomi'дікі. Ең жақсы пауэрбанктардың бірі Xiaomi компаниясындікі. Сол компанияға сеніп, осы шолуды жасағым келді. Ең бірінші қолдана бастағанда бұл эволюция деп ойладым. Не деген комфорт, не деген жасанды интеллект. Робот десе робот екен. Кілемдерді оңайлықпен аттап кетеді. 2 сантиметр болса қалыңдығы, қорықпаңыз. Домалақ болса да бұрыштарды алатын щеткасы бар. Бәрін ескерген. Ортаға әдейі орындық қойып қойдым. Қалай өтеді екен? Ол орындықтың жанын астымен өтіп, түк шаң қалдырмады. Байқасаңыз, ол алдыңғы бампермен соғыспайды. Арнайы датчиктер бар. 2 мм тимей өтеді. 25 шаршы метр бөлмені 15 минутта шаңын жинап алады. Ал 2,5 сағатта тоқтамай істей алады дейді завод. Ал ол 200 шаршы метр пәтерді тоқтамай жинап алады деген сөз. Кез келген адам қолдана алады. Смартфонсыз да қолдануға болады, бірақ смартфондағы қосымшамен ыңғайлы. Шаң жинайтын қорабын ауыр емес салмағы. Ең бірінші робот бөлменің схемасын сызып, бос жер қалдырмай толық тазартып шығады. Ал сіз сол Mi Home қосымшасы арқылы қай жерді тазаланғанын көресіз. Қасында отырып көруге немесе жұмыста отырып көруге болады. Мен осы робот шаң сорғышты таңдаған себебім күші көп, ыңғайлы, арзан, қосымша заттары да арзан. Қазіргі уақытта бұның бағасы 110 мың теңге.
Дұрыстап қарасаңыз, робот шаңсорғыштың басында сканер тез айналып бөлмені сканерлеп отыр. Осы құрылғының ең қымбаты осы сканер шығар. Өз жұмысын аяқтаса, немесе үй батырмасын басса, ол өзінің базасына барады. Базасына бару деген, ол артындағы екі магниті базадағы екі магнитке қосылу керек. Қараңыздар, кішкентай орынға қыстырылып тұрған көлік сияқты. Мынау сканер, бампер, мынау магнит, базаға баратын магниті. Мынау динамик, мынау датчигі, мынау датчик, мынау датчик, мынау датчик, мынау датчик. Кірмей жатқан бұрыштарды сыпыратын жері, сыпыратын. Мынау, так, біреуін басса өшіріп қосатын. Мынаның бассаңыз үйге барады, жаңа базасына барады. Екеуін бет басып тұрса, Wi-Fi қосылып өшеді. 3 секунд ұстап тұру керек. Dustbin removed. Кілт тазалау үшін. Dustbin removed. Dustbin installed. Error 19. The dock. Turning off. Сонымен үй жұмысын робот істесе, сіз жұмыстан үйге келсеңіз, үйіңіз таза болғаны ұнайды ма? Сіз шаршамадыңыз, көңіл күйіңіз жақсы, уақытыңыз көп. Қадағалап отыру қажет емес. Смартфонмен қосасыз немесе күніне бір рет деп пландап қойсаңыз жеткілікті. Бұл робот шаңсорғыштың аты Mi Robot Vacuum. Осымен шолу аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.